Баршаларыңызға ассалаумағалейкум. Халықаралық Алаш сыйлығының лауреаты, құрмет және парасат ордендерінің иегері, қаламгер Софы Сматаев, екі министрлікте қызмет істеп жүрген ұлы мен қызын Кәрім Мәсімов бір-ақ күнде жұмыстан шығарып жібергендігі туралы былай деген еді. Кейінде екі министрлікте қызмет істеп жүрген ұл қызымды Кәрім Мәсімов бір-ақ күнде жұмыстан шығарып жіберген. Оған себеп менің Кәрім Мәсімовтің Қытай мен Ресейдің жоғын жоқтап, қазақ мүддесін аяққа таптап отыр деген мақаламның жарық көруі еді. 3 баламда мемлекеттік қызметке маңайлатпаған соң, аулақтанып қалып, тиіп қашты шаруамен күн көріп жүр. Барселонадан оқу бітіріп келген немеремді қызметке алуын сұрап елбасыға да хат жазғам. Назарбаевтың тапсыруымен қала әкімі болған Бауыржан Байбек мырза немереме ұлттық сарайдың аула сыпырушысының айлығы 35 000 орынбасарының лауазымын ұсынып, мазақтағандай төбемнен басып төмен тұқыртқан. Бұл менің отбасымның өзгелерден озбағанда қалмағанда күйі ғана, дейді белгілі қаламгер Софы Сматаев ағамыз. Осыдан Қарабақ елдегі биліктегі шенеуніктердің қарапайым халықпен және өздеріне қарсы пікір айтқандармен қалай жұмыс жасап жүргендіктерін анық байқауға болады. Төмендегі комментарийге пікір қалдырыңыз, каналға жазылып қолдау білдіруді ұмытпаңыз.